Қалайсың Еркінбаева? Барша сезім баға көргендеріне аржана жалын сәлем. Сенің көкетіңді. Жақсым, кешікпелін бүгін. Не болып жүр? Қатты кино бар тұрмын. Я. Енді ашасам жігіт дос балаларың көп сияқты. Біреу ақ қой. Сен танысып жүрген жігіттің қыз достары көп болса сен үшін мәселе ме? Мәселе. Тағы қандай нелері мәселе сен үшін? Сол көлік болмауы деген сияқты. Ол қатты емес, триггер емес, қатты маңызды емес. Сол нәрселер. Біз жаңағы маған телефонға жауап бермеуі, қайда жүргенін айтпауы барлығы мен үшін мәселе. Маған сен айтып жүру керек, қайда жүргенін, не істеп жүргенін маған айтып. Айтпас үшін мысалы туис арқылы друзья деп жатамыз ғой. Ой, отключить писайды туистарын қазір. Онда сенбейсің. Сонда бачеттап сақтыру керек. Қалыңғай Амара. Кәдімгі қызыл түске жатып алыпсың. Кеше қызыл, бүгін қызыл. Кеше бір күнде болды, бүгін қызыл. Жалпы жігіт баласының қандай іс-әрекеті сенің сеніміңді жоғалтады? Қандай іс-әрекет? Жігітке деген сенімден қалады. Мен мысалға бір затты, например, ұнамай қалады ғой, енді танысып жатқан кезде осыны өтініш жасамашы, мен маған ұнамайды деп айтқанның өзінде қайталап жасаса, вот сол кезде уже сенім жоғалтады. Қандай іс-әрекеттерінде ренжисің? Мысалы, кеше бота фото дұрыс түсірмеген үшін ренжіп қалды. Басқа нелер бар ма? Ол ренжитін зат емес қой, білмеймін мұнда. Ал ренжитін затты айтып көрші. Ренжитін зат қасарсып, әдейі жасап, или зеркалить ету деген бар ғой. Вот сен де осылай жасадың, мен де осылай жасаймын деген нәрсе маған вообще ұнамайды. Жігіт баласының қыз достары көп болғаны сен үшін мәселе ме? Прям мәселе деп айтпаймын. Өйткені менің де жігіт достарым. Қалайсың Айжан, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір аман. Сен жалпы жігіт баласының қандай іс-әрекеті сенің ренішіңді тудырады? Мысалы, іс-әрекеттер, қылықтары болсын. Осы проектке келесі. Мысалы, кеше бота фото үшін ренжіп қалды. Сол сияқты қандай нелерге ренжисің? Болмайтын нәрсе ғой, детский понятие. Болатын нәрсені айтайықшы. Болатын нәрсені айтайық. Сатқындық, бездельниктер, қазақшасын білмеймін. Жұмысы жоқ, жай әшейін бір нәрсе теуіп жүрген адамдар айтады. Тағы қандай айтайын? Жауапкершілік жоқ адамдар. Вот үш нәрсе егер болса, мен қазір тұрмысқа шығып кетуге дайынмын, а жоқ болса ренжімесін. Жақсы. Ассалаумағалейкум, Ислам. Қалай? Амансың ба? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыздар? Шүкір, аман. Сен қалай қабылдап жатыр қатысушылар? Жақсы қабылдап жатыр, бәрі жақсы. Достар не мынау біздің дос болады деп жатқан жоқ па? Дос па? Достарың, ортаң. Достарым жазып, папа, мама бәрі жазып. Таңғалып жатқан шығар. Сен барады деп ойламадық деп жазып жатыр көбісі. Қыздар жазып жатқан жоқ па? О, сен сезім бағана бардың, ертең үміткер болып барамын деген сияқты. Очередьқа тұрып отыр ғой үміткерлер. Өзі? Жаз, былай список тұр ғой. Қатысушы қыздардың арасынан ба, әлде басқа бар ма? Сосын қалыңында бұрынғы қатысушыларымыз солар жазған бір екеу, бірақ білмеймін қайсысы екенін айтып. Келсе қабылдайсың, қайсысы болса да. Көреміз. Үміткер болып келіңіздер, очередьте қыздар көп дейді, үлгеріп қалыңыздар.